Конституция күні дейді, наурыз дейді акиматтың жиналыстарына мұғалімдерді топтап жіберу, міндеттеп жібереді. Сен барғың келе ма ол жерге, жоқ барғың келмей ма ол жерде міндеттеп жібереді. Қазір қоғамда үлгерімі төмен, тәртіпсіз оқушы үшін ұстаздығын әлейді. Тіпті шәкірті төбелі бұрып жатса да, болысудың орнына мұғалімнің педагогтық біліктілігі жоқ дейді. Мұғалім оқушыны қинап жатса, жаңа сотыр жағдай деп барлық ақпарат құралдары шулар еді. Мұнымен шәкіртін ұрып тәртіпке салатын ұстаздық қорғаудан аулақпыз. Алайда жүгенсіз оқушыны тәрбиелеуде педагогтың жалғыз қалатын өтірік емес. Осы Мақтаарал ауданындағы Дәуір жалпы орта мектебіндегі қызметінен қуылған ұстаз Ақжан Құлымбетова өзінің жұмыстан кетуіне мектеп директорының қысымы себеп болғанын айтады. Атырауда мектеп мұғалімдері шу шығарып жатыр. Жалпы ұстаздардың наразылыққа шығуы сирек бізде. Проблема жоқ емес, бара қалсаң ашық айтуға қорқады көбісі. Бірақ шыдамның да шегі бар. Айтуларынша жаңа басшы келе салысымен өз туыстарын жаппай жұмыс орналастырып, одан қалса өзінің сіңілісіне ақша жинатқан көрінеді. Енді ұстаздар мен ата-аналар дүрлікті. Айтуларынша жаңадан келген директор Динар Атабаева жас ұстазды мектептен қарумен қорқытып қуған. Қазды орта мектебінде тағы да шу шықты. Бұл жолы мұғалімдер аштық жарияламақ. Мектеп ұжымы бұрынғы директордың қызметіне қайта келуіне үзілді-кесілді қарсы. Өзім берген тәрбиенің арқасы деп кеуде соғамызда, егер бұзақылық жасап жер қылса, бәріне мұғалім мен мектеп кінәлі деп шығамыз. Павлодарда ішімдікке тойып алған дене шынықтыру пәнінің мұғалімі оқушыны ұрып тастаған. Алматы облысының Қарасай ауданында ұстаздар қауымын қара жұмысқа салып, білім беру туралы заңды аяқ асты етті деген мұғалім әкімдікті айыптауда. 2 апта бойы қоқыс тазалап, көше сыпырдық деген орта мектептің ұстазы шындық іздеп шырқырап жүр. Білім беру туралы заңның 51-ші бабына арқа сүйеген мұғалім министр Аслан Сәрінжевтің атына да хат жолдапты. Соңғы күндері түрлі жиналыстар мен аудан деңгейіндегі шақыртуларда көбейіп кетті дейді наразы педагог. 4 сәуірде басталды, 18 сәуірге дейін жалғасты. Біз мына ағаштарды шаптық, отадық, мына жердің шөптерін шаптық, міне ақтап қойыппыз бәрін. Осы жұмыс бәрін біз жасадық. 15 күн бойы мектепте жұмыс жасалған жоқ. Мектепте бір 5 мұғалім қалады, немесе 6 мұғалім.